Барлықтарыңа сәлем достар, бұл мен Аружан, менің арнама қош келдіңіздер. Aslında men betime kremді жай жағам массаж жасап бетіме жаттығу жасамаймын онша, өйткені Всем привет, друзья! Как ваши дела? Мен қазір ізін ішіп жатырмын и бетіме маска істеп қойдым, себебі басқа уақытта үлгермейтін шығармын деп жүрек аузымды бекітіп ары қарай медитация жасау керек. Бұл жерде мен благодарность жазып жатырмын. Күнде таңертең осылайынан благодарность жазуға тырысамын, себебі оның күші өте күшті. Әрдайым благодарность жазған сайын сенің осы өмірге деген махаббатың да ашыла береді. Әр нәрсеге шүкіршілік етуді білу керек, достар. Совет беремін, сіздер де благодарность жазып, күнде таңертең немесе кешке болсын, благодарность жазып жүрсеңіздер, хотя бы 10 штук болсын, нәтижесін көресіздер. Мен сіздерге сенемін, достар. Мен өзімнің бүгінгі күнге қойған планым жайлы айтып жатырмын, оны сызып орындағандарын таймлапспен түсіп қалыпты. Бірақ көп деген нәрсе айттым мына жерде. Уже ұмытқаным, не айтқаным шыны керек. Өзімнің чувстволарымды айтып жатырмын. Достар, мен уже жаттығуды жасап қойдым, потом жаттығудан кейін медитация, благодарность бәрін жазып қойдым. Енді 2 кітапты оқыдым. Кітап мен «К себе нежно» басынан бастадым. Білмеймін, 1 жыл бұрын оқыдым ше, но до конца оқыдым ба, оқымадым ба, есімде жоқ. Не туралы уже есімде жоқ. И мен бағана кішкене электронды оқып жатырмын, 30 бетте оқыдым электронды түрінде. И мен түсінгенім, ол кітап бойынша өзіңнің чувстваңды игнорировать етпеу керек. Сен не сезіп тұрсың, соны, сезіну керексің да. Оны игнорировать етіп, өзіңді басқа адамға көрсетудің ешқандай қажеті жоқ. Егер сен өзіңмен өзің жылағың келіп тұрса, жылап ал, күлгің келіп баратса, күліп ал. Адамдар не ойлайды, сен ода ешқандай нең болмау керек. Адамдар не ойлайды деген ой сенде вообще болмау керек, да? Сен не қалайсың, соны істеу керек. Және өзіңді басқа адамға көрсетудің ешқандай қажеті жоқ. Ителі біреу сені ренжітіп қойды делік. И сен өзіңді күшті көрсетіп келеді да, ренжімегенде жарайды депші. Бірақ сен ішіңде, мына ерінде ренжіп тұрсың. Оны игнорировать етпеу керек. Ренжідің ба, айт адамға деген сияқты. Немесе жылап ал. Әйтеуір оны іште қалдырма, ол ішке қала берген сайын ол уже ауру болып қала береді. Сенің ішінде оны уже болды. Екінші рет айта алмайсың, сол кезде айтып қалу керек, немесе ол болды ішінде сақталып қалады. Достар, мен бетіме крем жағып қойдым. Енді мен қазір ерніме бальзам жағым. Бүгін бізде мектеп года желі отыр, но жылы. Сыртынан киейін ба, кимей қойын ба, білмейтін ше. Жаңбыр жауып кетсе, үстімнің быты шығады, и фартуктың тоже быты шығады. Бізде уже мектепте вальске дайындық бастап кетті. Уже 2 айдан кейін мектеп бітеді.
достар. Мектеп бітсе, үлкен өмірге қадам басатын уақыт басталады. Ұбытымыз бар. Ұбытыны ойламаймыз, біз ана выпускной бал саларда ойлаймыз. Қалғаны бізге маңызды емес. Гранатқа түсу дегенді ойламаймыз да. Сол вальс, қалай не істейміз, қалай қыдырамыз, соларды ойлаймыз да. Ұбытын түфіме ойлаймыз. Бүгінгі влогты мен ойлаймын. Дұрыс түсіремін деп, өйткені мен уже влог түсірмей қанша. Бір айда, бір жарым ай соңғы рет Наурызда түсірдім ба? Наурызда түсірген шығармын. Уже ұмытқан, маған подписчик жинау керек, достар, подписчик. Мына ең четкий гель прави әпкем айтқан, қолдандым. Өте күшті. Габрини. Мен қасымды қатты бастырмаймын мына менше, өйткені ата бабашка бүктім. Дайсын алу керек, дайсын. Цыган болып барады. Талай жел болып тұр. Настроение күшті. Бір жағынан мына сумканы бекер ұстанба деп қоям. Ана қызылдан жақсы да. Сұр кішкене үйлесті. Қазір мектепке тезірек ұшып барып туалетке келтіріп алу керекпін. Thank you, Allah, thank you. Осыға шашымның уже почти шығып кетті. 5 минутта мектепке жетіп үлгеру керек. Бізде қоңырау да бар, бәрі бар. Достар, бізде қазір алгебра сабағы, және де біз бәрі сұп-сұлу болып келдік. Алгебрадан біз жүзімді тексеріп жазып отырмыз. Бүгінгі влог соңына дейін достар. Ол көшірет ал мен миыммен шығарамын. Бізде алгебра әдке жоқ. Достар, біз сынып болып, сондай құпырып тұрмыз. Қойда қыз. Кішкене болсын. Аяқ енді тек қана осындай сұлу бізді күтіңіздер. Давай, сұрақ жауап. Сұрақ қойма. Неден сұрақ қой? Білмеймін, маған қошқа. Машқа келді оған. Сен асылхан жақсы көресің бе? Жоқ. Мектеп өртеніп жатыр да. Солардың арасынан қай мұғалімді алып шығатын еді? Достар, қазір бізде Қазақстан тарих сабағы. Не аппақ болып кеткен? Кім? Мен ба? Мен. Бізде қазір Қазақстан тарихы сабағы және де влог жалғасуда.
Надя, такой кекіре береді. Бұл біздің қыздар, иә, достар, бәріміз ласка болып тұрмыз. Барлықтарыңа сәлем, достар, тағы да бізде қазір қазақ тілі сабағы болып жатыр. Міне біздің қыздар. Бүгін біз жаңа қоңырауда көптеген видеолар түсіріп жатық. Осы видеоның арасына қосып жіберем. Өте керемет түстік, айта алмадым. Менен бірге тағы да болыңыздар, достар. Сұрақ қойшы маған, мен жауап беремін. Любой. Сухой блатной. Очки қандай неден фирмадан келген? Біз мынандай тренд түсіреміз, короче. Дәурен, сен мектепте өртеніп жатыр да, мектеп, короче? Әрине. Бүкіл мектеп өртеніп жатыр, и осы класстан кімді алып шығады менің қыздарды? Асик. Қыздарды? Мен деген Асик жауап. Асик қыз емес па? Қыздардың. Асик. Мектеп өртеніп жатыр да? И осы яқтан, сыныптан, қыздардан біреуін ғана шығара аласың. Не үшін мен? Өйткені саған деген сезім бар дейді. Жоқ, айтсаң не үшін именно мен? Короче, достар, мен үйге келдім. Қазір ұйықтап алайын ба деп тұрмын, өйткені 4:30-нан бері әлі ұйықтаған жоқпын. Кішкене 1 сағаттай ұйықтап алып, зарядка толғанша, потом сабақ оқып, ары қарай мектепке кету керек. Өйткені бізде не мектепте вальс болады. Менімен бірге болыңыздар, достар. Достар, барлықтарыңа тағы да сәлем. Қазір сағат кешкі 6 болды, және де ұйықтап тұрдым. Қазір ағылшын сабағын оқып жатырмын. Бізде погода ужас болып тұр. Бұлттан бәрі. Жаңбыр, негізі бүгін біз вальске бару керек болатынбыз, бірақ далада жаңбыр құйды. Именно сағат сол 5-ке қарай, 5-те негізі сол вальс басталады ғой. 5-ке қарай деген ой, жаңбыр құйып найзағай. Ой, нет, бұлт күркіреп. Қорқынышты болып кетті, сосын болмайды деді, жарайды дедік, болмаса болмайды деді. Сөйтіп енді сабақ оқып отырмын. Негізінде, достар, бір нәрсе айтқым келіп тұр. Шыда керек, мен наурыз ұбытыдан кейін қатты беріліп сабақ оқыған жоқпын. Себебін білмеймін. Выгорание болып кетті ма, уже оқуға деген шабытым мүлде болмай қалды. Оның үстіне көптеген выпускныйға, анымға дайындықтар басталып кетті. Уақытымды білемін, дұрыс өткізіп жатқан жоқ болдым да. Дайындалам деймін, бірақ жалқаулық басып қалады. Сол күйінше қалады. Кейін өкініп жүрем, не үшін оқымадым екен деп. Енді жайлап бастап жатырмын. Жайлап дегенде уже 40 күннен кейін бізде нағыз ұбыт. 40-50 күннің ішінде. Почти 1,5 айдай қалды. 1 айдай қалды дейікші. 1 айдың ішінде маған бал кәдімде қосу керек. Осы не істеу керек, дайындалу керек. Ал мен не істеп отырмын? Мен біліп тұрмын, бал қосу керек. Наурыз ұбытыдан кейін сразу басып кетемін дедім. Мен наурыз ұбытына 20-сы тапсырдым. 21 уже почтаға шықтық наурыз деп.
22-сі тоже анау мынау 20 ораза бастады, сөйтіп демалыс еще каникул болды мектептен. Ода жаттым, беріліп қатты сабақ оқыған жоқпын. Сәуір басталды. Сәуірде де тоже особо оқымадым. Сабақ басталған. Сол анда-санда бір кітапты оқып қоямын. Мына наурызда бітіріп тастайтын адаммын мен уже. Оның жұмысын бітіріп тастайтын адаммын. Ал мен төртте әлі жүрмін. Қазір осыны бітіріпсем бүгін. Потом уже 3-4 күнде бітіріп тастауға тырысу керек. Бір жұмысын хотя бы ше. Мынаны енді бітірсем керек бүгін. Бәрін ағайға жіберіп. Сізге дайындалу керек, ал мен просто так жүрмін. Просто так емес енді. Жайлап, баланы уже қатты қимылдау керек. Ал мен беріліп оқи алмаймын сабақты. Ішіне былай үңіліп кіріп кетпей деген ше. Білмеймін не үшін екен. 10-шы класстарға совет. Күнде 2 пәннен оқитындар. Жоқ, мен негізі күнде 2 пәннен оқимын ғой. Бірақ адай жай кетіп қалу, шай ішіп келемін, анау-мынау. Ұйықтамау керек вообще ше. Әбетте, сол дұрыс. Мен ұйықтап тұрмын, әбетте ұйықтамын қажет жоқ. Но енді мен сәресінен кейін ұйықтамағандықтан ұйықтадым. Бірақ ертеден бастап ұйықтамау керек. Достар, ауызашарға 5 минут қалды. Наконец-то мен өте қатты шөледім. Ауызаш болып, қайтадан сабақ оқу керек. Если желание қашып кетпесе. Ой. Мен машинамен ба? Ой, ма. Болды кетті. Мен сен екеуміз та? This is my mom. And she's so beautiful. Түсірсіз? Ой, мен. Мам, түсіп тұр ғой видео. Видео жасам ба? Не жүрсің? Айтпайсың ба мен сурет тұрмын. Жоқ, болды кетті. Oh my god. Бүгінгі күн мен үшін өте күшті күндердің бірі болды. Бүгін бүкіл мектепте бүкіліміз сұлу болып, бүкілден комплимент естіп сондай күшті болып жүрдік. Бірақ мен сіздерге вальсті көрсетейін ба деп ойлап едім. Бірақ погода рұқсат бермеді. Сол үшін келесі видеоларда күтіңіздер вальсті. Достар, осымен бүгінгі менің блогым аяқталды. Егер де қызық болса, бұл видео коммент жазып, лайк басып, маған подписаться етуді ұмытпаңыздар. Мен үшін өте күшті. Мен өте қатты қуанамын. Және де болашақта қандай видеолар түсіргенімді қалайсыздар? Осылайынан влог ба әлде отырып сөйлесу жайлы ма? Не жайлы түсірейін? Достар, айта кетсеңіздер комментарияға. Сіздеріңіз керек маған. Мен кәдімгі YouTube блогерша болғым келеді. Я достар. Достар, я.